Ешкі сүті жоғары азықтық және биологиялық құндылығы бар ерекше тағам. Өзінің физикалық химиялық қасиеттері мен дәміне сай, ешкі сүтінің сиыр немесе басқа да ауыл шаруашылық жануарларының сүтімен салыстырғанда тиімді айырмашылықтары көп. Ешкі сүті де сиыр сүтіндей казеиндік топқа жатады, бірақ ешкі сүтінде сиыр сүтіндегі аллергиялық серпіндердің көзі саналатын альфа-казеин жоқ. Сондықтан ол сиыр сүтіне аллергиясы бар адамдар үшін ұсынылады. Құрамда бета-казеин мол болуына байланысты ешкі сүті әйелдердің емшек сүтіне жақын. Ешкі сүті нәруыздарының көпшілігінің құрамында альбуминнің мол көлемі болуына байланысты құрамдас бөліктерге ыдырайды, яғни қорытылмаған күйінде сіңбей ұсақ үлпіктер түрінде ұюға ұшырайды. Сондықтан ол ағзаға жеңіл сіңіп, ас қорыту жүйесінің бұзылуына жол бермейді. Құрамында лактозаның төмен мөлшері болуы бұл өнімді лактоза жеткіліксіздігі бар адамдар үшін қолдануға мүмкін етеді. Ешкі сүтіндегі май ағзаға жақсы сіңіріледі және 4,4% майлықта ешкі сүті 100%-ға сіңеді. Ешкі сүтінде адам ағзасының тіндерінде холестерин жиналуына қарсы тұратын ерекше метаболикалық қасиеті бар және ағзаның қорғаныс қызметін арттыратын қанықпаған майлы қышқылдардың 67% бар. Ешкі сүті құрамында кальций, магний, фосфор, мыс, марганец және Д дәрумендері, аскорбин қышқылы бар. B12 дәруменінің құрамына кіретін және қан өндірімі үрдістерін жауап беретін кобальттың мөлшері сиыр сүтімен салыстырғанда ешкі сүтінде 6 есе көп. Сүттің құрамында кальцийдің мөлшерінің мол болуы жүрек-қан тамыр жүйесінің оңтайлы әсер етеді. Бірақ ешкі сүті сиыр сүтіндей темірге бай емес. ақш мамандарының пікірінше, ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда адамның физиологиялық қажеттіліктерін оңтайлы қанағаттандырады. Олардың деректеріне сай, сиыр сүтіне аллергиясы бар адамдардың көпшілігі ешкі сүтін жеңіл көтереді. Ағарғанның бәрі жақсы, бірақ ешкі сүтінің пайдасы өте көп. Себебі емдік тұрғысынан ешкі сүтінің шипасы зор. Сонымен қатар, сүттің құрамындағы темір ірі қараның сүтіне қарағанда әлдеқайда тез сіңеді. Күз айында, көктем айында иммунитеттің әлсірейтіні белгілі. Ендеше бұл мезгілде ешкі сүті таптырмайтын дәрумен. Ешкі сүтінің құрамында кальций, магний, фосфор, марганец, мыс, А, В1, С және Д дәрумендері, аскорбин қышқылы көптеп кездеседі. Сонымен қатар балалар үшін ең пайдалы емдік сусын болып табылады. Жасанды аралас қоректендіруде дайын тағамдардан гөрі баланы 6 айдан асқан соң ешкі сүтімен өсіруге әбден болады. Есіңізде болсын, ешкі малы туберкулез, сарып секілді аурулармен ауырмайды. Ешкі сүтінің мынадай дерттерге де шипасы бар. Ұйықтай алмайтын жандар үшін ешкі сүті өте пайдалы. Сүйек сынғанда оны қалпына келтіруде ешкі сүтінің пайдасы зор. Егер мұндай жағдай орын алса, ешкінің сүтін ішіңіз. Көздің нашар көруіне емдік шипасы бар. Асқазан, ішек-қарын жолдарының аурулары мен астан аллергиясы барлар үшін пайдалы. Сүтке бал қосып ішсе, жүйкені тыныштандырады. Диабет, диатезде ағзаның қорғаныс қызметін арттырады. Қан аздықта, өкпе дертінде, жөтел қатты мазаласа ешкі сүті мен қайың шырынын араластырып, күніне 3 рет 1 стаканнан қабылдайды. Спортпен айналысқанда немесе жаттығудан шыққанда ағзаның аздап әлсіреп шаршайтыны бар. Мұндай жағдайдан ешкі сүті арқылы арылып, күш жинауға болады. Ағзадан ауыр металдарды, тұздар мен радикулонуклидтерді шығарады. Ешкі сүтіндегі тағы бір маңызды элемент калий. Бұл жүрек тамыр жүйесінде ақауы бар жандар үшін ең қажетті элемент. Калий мен магний ағзадағы зиянды элементтер стронций мен радикулонуклидтерді шығаруға көмектеседі. Сондықтан үлкен қала тұрғындарына ешкі сүтін ішу ұсынылады. Магний жетіспеушілігі қауіпті ауруларға әкеп соқтыруы мүмкін. Адам ағзасы тәулігіне 400 мг магний қажет етеді.
Осы қажеттілікті ешкі сүтінен алса, холестеринді азайтып, бүйрекке тас жиналуының алдын алады, сондай-ақ қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ешкі сүті альбуминге бай болғандықтан құрамдағы ақуыз ағзаға тез сіңеді. Ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауырғандарға ем ретінде ішуді ұсынса, Ибн Сина айналасындағыларға балаларыңның алдында қартайып, мүсәпір халге жеткілерің келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп ұзақ жасауға пайдасы зор екенін атап өткен. Педиатрияда жаңа туған нәрестенің іш жүруін қалыпқа келтіру үшін ең бірінші ешкі сүтін береді және ана сүтін алмастыра алады, бірақ баланы ана сүтінен айырмағандарыңыз жөн. Артық салмақ тастағысы келетін жандарға да ешкі сүтін ішу ұсынылады. Оның құрамындағы май адам денесіне артық май болып жиналмайды. Суық тигенде де пайдасы мол. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Аяғы ауыр келіншектер ешкі сүтін ішсе, баланың қаңқасы, тістері жақсы дамиды. Себебі ешкі сүтінде айтып өткендей D витамині өте көп. Ескерту: ауруға ем іздеймін деп ауру тауып алмаңыз. Ешкі сүтін танымайтын адамдардан кез келген жерден сатып алуға болмайды. Сарып, яғни бруцеллез ауруының инфекциясын жұқтырып алуыңыз мүмкін. Ішек аурулармен ауырып қалмас үшін сатып алған сүтті жақсылап қайнатып алыңыз. Асқазан және ішек ауруларында кез келген түріне ешкі сүтін пайдалы. Оның құрамындағы лизоцин асқазан және ішектегі шырышты қабақ жараларын емдейді. Сонымен қатар асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандыратын ерекше қасиетке ие. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтін ішу арқылы емделетін мынадай амал көмектеседі. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің 1 стакан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін әр кезде ұрттай жүріп, кешке дейін 2 стакан сүтті тауысу керек. Емдік курс 21 күн. Ешкі сүті диатез дерті кезінде де көмектеседі деп жазады. Қазіргі кезде көптеген балалар мен балалардың ата-аналары диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы, оның емделуі ұзақ уақыт алатындығын ата-аналар біледі. Бұл дерттен ешкі сүтін ішіп біржола арылуға да болады. Дәрігер-педиатрлардың айтуынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды. Сондықтан балаға үзбей ешкі сүтін беріп, түрлі аурулардың алдын алған дұрыс. Сіздермен болған сіздің денсаулығыңыз арнасы қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.